Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өзбекский пловтың рецептісімен бөлісемін достар. Бізде өзбекский плов өте дәмді дайындалады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Дәл осылай тіркеліп, оның жанында тұрған қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар достар. Неке, ал ендеше бастайық. Бізге қажетті ингредиенттер осында жуа, яғни пияз бен сәбіз қажет болады. Пиязымыз осылай қуырып, қазанға көп мөлшерде май құйып, осылай қуырып аласыздар, қызартып. Оған дейін біз сәбіздерімізді солонка ретінде турап аламыз. Неке, біз етті және майлы етіп араластырып саласыздар. Сонда пловтың дәмі өте керемет болады. Оған дейін біз күрішімізді жібітіп қоямыз. 4 стақан табаға 4 стақан күріш салып, оның үстіне су құйып, тұз салып қоясыздар. Біздің пияздарымыз қызарып болғаннан соң, оның үстіне ет саламыз достар. Етімізді де дәл осылай жақсылап қуырып, пияздарымызды еттің үстіне осылай жайып қоясыздар. Сонда еттің дәмі өзгереді. Оның үстіне сәбізімізді салып, жақсылап қуырып, су құйып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, мінекей күрішіміз де дайын болып қалды. Енді қайнап тұрған осы суымызға күрішімізді саламыз. Күріштің сәл тартылуын күтіп, оның үстін боқтырып қоясыздар достар. Мінекей дәл осылай боқтырдық. Енді оның үстіне жақсылап осылай қасықпен ашып шығасыздар ауа кіру үшін. Сонда өте бір дәмді болып шығады плов. Күріштеріміз дайын болып. Енді 20 минутқа боқтырып қоясыздар. Мінекей біздің плов дайын. Өзбекский плов өте дәмді болып шықты. Кәдімгідей Өзбекстанға барып келгендей боласыздар. Жасап көрулеріңізді сұраймын, өте дәмді. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айдана. Келесі видеода көріскенше.